Міне бүгін Нүкіс қаласында Европа ауқамы Конрад Аденауэр jamg'armasi ham yükseliş hareketinin tarifinin qarşılandırып отырған, грантиканы қаржыландырып отырған хаяллар ham, hayal қыздар ham, жаслар туризм елшілері сипатында жойбары бойынша Нүкіс қаласында жұмақлаушы тренинг болып өтті. Бұған шекем Мойнақ районында, Қожелі районында болып өткен тренингтер осы бүгін кеше алдында күн есептағанда 3 күндік Нүкіс қаласында болған тренингтерде жамы 30-дан көп аслам hayal қыздарым жастар қатынасу имканиятына ие болды. Адвокация, лидерство һәм тұрақты бастамаларды ilgirlеу бойынша, оларды рауажландыру бойынша семинар тренингіміздің атамасында 3 күндік лекция оқыдым. Әрбір болған жерлерде баршасында аял қызлар жүзді актив қатынасты. Сол аймақта тұратын 30 километр, одан да артық километр жерлерде қашықтықтағы территорияларда қатынасты. 15, 14 әр жазылған инсанлардың бәрі теңдей қатынасты. Өзіне тиесілі болған қызыклы темамыз жойбарымыз шеңберінде жақсы мағлұматлар беруге әрекет еттік. Қызыклы сұраулар болды. Өзінің инициативасы, идеялары менен проектлерді әмелге асыру жолларын біргелікте істеп шықтық, көрдік. Һәм жүзі мазмұнлы, қызыклы болып өтті деп мен ойлаймын. Нүкіс районы тұрғыны сіздермен боламын. Бұл семинардан біздер жүзі көп білімлер алды. Яғни бүгінгі күнде туризм тарауының Қарақалпақстанға кіріп келуі, әмде рауажлануы, туризм тарауының Қарақалпақстанда экономикасына тәсірі, жұмысшылардың саны көбейеді, тұрақты туризмнің рауажлануы, бұл жұмыс орындарының ашылуы, әмде туризмнің түрлерін үйрендік. Мәселен, агротуризм, экотуризм, саяхатшылар туризмі, әмесін үйреніп, жүзі көп. Өзімізге және бір идеялар арттырдық, ойымызға жақсы бір бизнес идеялар келеді туризм туралы. Қарақалпақстан өткізіп атырған, яғни жастар һәм hayal қызлар Қарақалпақстанда тұрақты туризм елшілері проекті болып атыр. Яғни бұнда біздерге өзімізге керекті болған информациялар жақсы алып атырмыз. Яғни бұнда тек қана біздер мемлекетімізге қатты тәсір ететін экология мәселесі бойынша бір қанша әмели һәмде тұшынуларды істеп өзімізге жақсы информациялар алдық. Мен Сымбайлы Миуа өзім туризм хақында қызығушылығы болғаны үшін осы күнге келіп 3 күн давамында семинарда қатынастым. Бірінші күні Иншат біздерге туризм хақында кеңінен түсінік берді. Екінші күні Айзада экология хақында біздерге машқалаларды түсіндіріп, һәм кеңінен түсінік берді. Үшінші күніміз Мирпауат ағамыз біздерге лидерство хақында біздерге кең түсінік берді. Һәм бұл семинарға қатынасып тренинг өтіп берген ұстаздарымызға рахмет айтамын. Қатынасқаныма қатты қуаныштымын.